Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен картоптан қытырлақ шариктер жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Дәмі де сондай ерекше. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге піскен картоп, кукурузный крахмал, паприка және тұз қажет. Кукурузный крахмал болмаса, орнына ұн қолдансаңыздар да болады. Ең алдымен шанышқының көмегімен картоптарымызды езіп, пюре жасаймыз. Құрамдардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін, сол жерден көре аласыздар. Мінекей, езіп алдық, пюреміз дайын. Үстіне тұзымызды саламыз. Паприка. Ең соңынан кукурузный крахмалды салып, қолымызбен біркелкі етіп жақсылап илейміз. Қамырымыз дайын. Енді аз-аз бөліктен бөліп алып, қолымызбен домалақтап шариктер жасайтын боламыз. Осылай алақанымызға салып, домалақтаймыз. Мінекей, осылай жасап шығамыз. Барлығын осылай домалақтап шариктер жасап шығатын боламыз. Өте оңай әрі тез. Картоптардың барлығын біркелкі етіп домалақтап шариктер жасадық. Қазір осыларды майға қуырамыз. Табамызға көп мөлшерде күнбағыс майын құямыз. Майымыз қызғанда домалақ шариктерді салып қуырамыз. Толтырып көп салып жібермеңіздер, еркін қуырылуы қажет. Көп салсаңыздар, әрі араластыруға ыңғайсыз болып қалады. Осындай кепсердің көмегімен араластырып тұрсаңыздар болады. Кем дегенде қуырылуына 10 минуттай уақыт кетеді. Қызартып қуырыңыздар. Мінекей, бізге 10 минут уақыт өтті. Кепсермен майын сорғытып, осылай шығарамыз. Барлығын осылай қуырып шығатын боламыз. Мінекей, қытырлақ шариктеріміз пісті, өте дәмді болып шықты. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.